Неге бізде адамдар ақшаны шын көңілден жұмсай алмайды? Өйткені ақшаны жұмсап жіберсем, орнына басқа ақша келмейді деп ойлайды. Мынау маған берілген соңғы ақша, осыны бүкіл өмірім аяғына дейін жеткізуім керек деп ойлаймын. Әйтеуір айырылысу қиын ақшамен. Ақшаны қатты бауыр басып қалған, жібермейді. Тамақ жеп жатса да, қол қалтырап, мә қымбат қой мына пловтарың, кітап алып жатса да, мына кітаптарың қымбат қой, проезд өтсе такси қымбаттап кетті ғой деп қалтырап өмір сүретін адамдар бар да. Сен кез келген нәрсені, тамақ болсын, киім болсын, білім болсын, от души төлейтін болсаң, саған да жұрт от души төлейді. Бизнес жасасаң, клиенттерің от души төлейді, жұмыс жасасаң, жұмыс беруші бастығың от души төлейді. А сен өзің сараң қолың қалтырап әр тиын санап жүретін адам болсаң, сенің де жұмысың тура солай құнсыздандырады. Сондықтан әлемге қалай ақша бересің, солай саған ақша қайтады. Сондықтан ақшаны шын көңілден жұмсау керек. Орнына ақша келеді, уайымдамаңыз. Талай рет келген, талай рет келеді әлі. Ақшаны оңай жұмсай аламын, мен ақшаға қатты бауыр баспаймын, ақшаны жүрегіме кіргізбеймін дейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Одан ары қарай баю үшін не істеу керек екенін тегін айтып береміз, тегін консультация береміз.